Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбы интегралдық сана деп алдық. Бұл интеграл сана дегеніміз не дегенде, жалпы интеграл сөзі бізге математикалық термин ретінде таныс қой. Бұл сөздің түбірі енді бөлшекті жинақтау, біріктіру деген бір мағынаға келеді. Оны енді математикалық термин ретінде, математикалық есеп шығару әдістері ретінде оны өз мамандары айта жатар. Біздің бүгінгі мақсатымыз оны сананың интеграциясы қалай болады. Қазақта өзі бір әдемі сөз бар, бір ауыр. Қазақ бала тілеген кезде, Құдайым, бала бер, бала берсең, сана бер. Артынан сана бермесең, ала бер. Бұлай қарасаң, жалынып бала тілеп отқан адамның ол баладан бас тартуы қалай болады? Ол баладан бас тартпайды, ол санасыздықтан қашады. Санасыз баланың өзіне де, қоғамға да зиян екенін біледі. Санаға аса мән берген. Енді санамыз бар, ал интеграция деген немене сол? Бүгінгі тақырыбымыз батыс пен шығыстың сананы қалай, адамның санасын қалай зерттегендігі, ұқсастығы, айырмашылығы сол жайында болмақ. Батыс көбіне теорияда жақсы дамытты, шығыс практикада оны күнделікті қолданды. Жарияға жар салмай-ақ бағанағы қарапайым сөздермен-ақ практикада қолданды. Енді осының аражігін ашып, асықпай бір сұхбаттасатын уақыттау келіп отырған халықаралық психологиялық ассоциацияның Қазақстандағы төрағасы Қанат Лоқман мырза келіп отыр. Енді екеуміз бір емен жарқын отырып әңгімелесейік осы тақырып бойынша. Мен өзім түркітанушымын. Аты жөнім Жандос Рахымұлы Қиянбеков. Енді түркілік дүние таным қандай? Және түркі әлемі осы сана тақырыбында қандай әдеби шығармалар қалдырды, оны қалай практикаға енгізді, осы жайында да біраз әңгіме қозғайтын боламыз. Қанат мырза, қош келдіңіз. Енді әңгімеміз жалғастыру үшін, мысалға, сіздің мына жерге мынандай сызып қойдық жаңа. Бұл жердегі бойынша бұл Кен Вильбердің, яғни америкалық психоаналитик дейміз, психолог дейміз, Кен Вильбердің өзінің бір төрттаған квадрант дейді, мен төрттаған деп атырмын. Төрттаған теориясы деген бір теория бар. Бірақ ол теория кейінді. Енді сіз өткенде біраз әңгімелестік осы тақырыпта. Қараңыз, мына төрттаған теориясын былай қарайықшы. Мен, яғни адам жеке мен кіммін? Мен Жандоспын, сіз қанатсыз деген сияқты мен. Бірақ менің ішкі әлемім сізге беймәлім ба? Сіздің ішкі әлеміңіз маған беймәлім. Білмеймін. Оны қай кезде танайым? Денеңіз әрекет еткен кезде танайым. Енді оның жанында мен жалғыз емеспін ғой, адам жалпы қоғам болып өмір сүреді. Біз бармыз. Біздің өзі бірнеше бөліктерге бөлінген. Мысалға, әулет. Қазақ өз бір отбасы дейсің ба, ұру дейсің ба, бір әулет. Оны байланыстырып тұрған қан бар. Одан кейін ұлт.
Оны байланыстырып тұрған негізгі енді тіл бар. Бұл, яғни ұлтты қан байланыстырады деген бір қағида жоқ негізінде. Негізінен байланыстырады тіл. Одан да кеңірек үміт деген бір нәрсе бар. Енді оны қазіргі былай айтсақ, дін байланысы, діни байланыс. Yani biz degende biz kimbiz? Әуелі мен өз фамилиям, ұруым, үрім бұтағым, ата бабам. Одан кейін мен қазақ ретінде, біз қазақпыз. Біз сондаймыз, біз мұндаймыз дегенде кейде қазақ атынан да сөйлейміз. Кейде діннің атынан да сөйлейді. Кім қай дін деп алатын болса. Ол мәселе емес. Біздің бүгінгі тақырыбымыз дін емес. Жалпы, яғни адамның қоғамдағы белгілі бір дәрежеде бөліністері біз деген кезде кімді айтып тұрғанда. Оның сыртында енді осы біздің әрекетіміз қалай көрінеді? Ол қоғамдағы заң арқылы және сол заңды қорғау күш арқылы, заңды яғни күштік құрылымдар дейміз. Және қаражат экономика арқылы көрінеді. Яғни менің әрекетім денем арқылы көрінеді, біздің әрекетіміз қоғамдағы заң, күш, және экономикалық байланыстар арқылы көрінеді. Енді Кен Вильбер бұны теория күйінде ғана айтты. Осы адамды осылай зерттеу керек деген сияқты. Бірақ ол бұны бүгін ғана тауып, мен таптым, мен ешкім білмеген нәрсені аштым деп отырған жоқ. Өзі айтады, мен бұның басым негізгі бөлігін шығыстық бұрынғы мектептерден алдым дейді. Шығыста мектеп көп. Шығыста әртүрлі мектеп болды. Бұл тақырып бойынша мысалы. Соның ішінде енді сіздің ең жақыннан танып жүрген, мысалға өзіңіз зерттеп жүрген бірнеше адамдар бар. Солар жайлы көрсетіп кетсеңіз, мысалға бір әдемі бір мына Кен Вильбердің теориясына шығыс бұдан 1000 жыл бұрын да осы формуланы пайдаланып іске асырып қойған. Яғни практикада бар еді. Сол практикасы қалай еді? Соны бір түсіндіріп өтсеңіз. Жарайды. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз мысалы Жандос мырзамен интегралды сана, интегралды психология, интегралды теория деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Енді бұл тақырыпқа кірместен бұрын бұндай тенденция қашан басталды, неге керек етті деген сұраққа ала кетсек. Өкінішке орай, осы батыста былай бір-екі ғасыр атеизм, дарвинизм, атеизм деген былай жалпы парадигма қатты үстем орын алды ғой. Ол өкінішке орай бірінші, екінші соғысқа алып келді. Еуропада қан төгіс алып келгеннен кейін барып, енді мынау екінші дүниежүзілік соғыс біткеннен кейін сөз еркіндігі болсын, идеологияларын кішкене тоқтағаннан кейін 1960-70-те батыста әрі шығыста, батыста бұл трансперсоналды бағыт деген басталды. Олар батыс анау әбден когнитив дейді ғой, тек қана оймен, ақылмен білімдеді да, басқа нәрсенің бәрін сыстады. Бірақ адам екі қанатты ғой, адам тек қана біліммен өмір сүрмейді. Адам рухани бір жақсы болғаннан кейін мағына іздейді. И олардың сол мағына іздеуі неге алып келді? Шығысты зерттеуге, соны бағыт болып, үлкен бағыт болып, 60-тың солы 70-ге қарай сол трансперсоналды бағыт деп, психологияның бір төртінші бағыты деп сол кетті. Бірақ шығыста керісінше басталды. Шығыста бағанағы интеграция знаний дейді ғой. Малайзияда сияқты елдерде олар наоборот біз ілімімізді батыстың ғылыммен қалай сәйкестіреміз деген олар солай кетті шығыста.
яғни То есть батыс біз іздеп жатыр, біз оны сөйтмей бір басталды ізденіс. Оны енді әртүрлі ғылымда институттар әлі іздеп жатыр. Бірақ айта кетсек, осындай бір не бар, сол 70-те басталды да. Сол уақыт өте келе, уақыт өте келе 90-жылдарда позитивный психология деген студиялар шықты. Сөйтіп, олар да айтады, руханияттың да несі бар, сөзі бар дейді да. Руханияттың да сөзі бар деп, олардың да қандай көрден келе жатқан нелер, терапия түрлері бар деп, оларды да естуге дайын екен не алды. Апа дейді, америкалық психология ассоциациясы бар, ең үлкен, яғни олардың сөзі жүреді бүкіл психологтарға. Сол апа айтты, руханият және дін деп екі бағытты бөліп, сендердің де діндердің және руханияттарында не бар деп есік ашып, сондай диалог түрінде алыс беріс не басталды. Енді сосын енді уақыт өте келе әртүрлі парадигмалар, әртүрлі концепттер ортаға шықты. Бұл жердегі менің енді жеке енді уже 5-6 жыл болды. Бұл бағытта зерттеп жатырмыз. Жылда Түркияға барамыз, институттармен алыс берісте боламыз. Білім жөнінен. Сол кезде мен түсінгенім, бұл теорияны ала кетсек, бұл бір шкаф сияқты ғой, шкаф. Бұл бізге бір шкаф беріп жатыр да, аты интегралды. Бірақ ішіне қандай дисциплина, қандай кітаптар, қандай ілімдер салу, ол бізге қалған. Оларда теория бар, бірақ ішінде материал енді бос деуге келмес, бірақ бізге қайсысы лайық соның ішінде. Яғни ол да бар. Неге? Себебі любой бір мектептің теориясы қатпаған емес, қатпаған бір тұрақты емес. Теория болғаннан кейін ол дамытады, критика жасалады, өзгертіледі. Ол нормально. То есть бір теория артында мыңдаған адам еңбек жатыр. Ол түсіну керек. Мысалы, пәленше ғалымның мектебі деп айтса, ол бір ғалым ғана несі емес, аты ғана соңғы. Ішінде көп деген ғалымдардың бір кеспейтін нәрселер бол. Ол нормально. Ол шығыста неді, плюрализмнен дейді ғой, көзқарас еркіндігі болғаннан кейін, керісінше сөз сөйлеу, критика, бұл пісіреді. Енді соны айта кетейік, және бұл енді батыстан қараған жөні. Шығыстан қараған жөні, шығыстан батысқа қараған жөні, біздің қолымызда көп деген нелер бар, әдемі еңбектер бар. Поэзиядан бастап, тарих, этикадан бастап, философиялық болсын, бізде көп деген еңбектер бар. Бірақ осы еңбектер ол сүт сияқты да, сырье дейді ғой. Шикізат бар да, қолымызда аманат еткен үлкен ғұламалар кітаптар жатыр, тон. Осы ілімдерден заманымызға, мекенімізге сай бір не шығару, бір практика шығару, ол бізге қараған. Бізге, ойшыларға, зерттеушілерге қараған не жағы. Потому что енді бір сүттен мороженое шығару, балмұздақ шығару, жаздан балмұздақ шығарасын, қыста қаймақ шығарасын, ірімшік, май. Әр маусымға қарай не шығару. Құрт жасап сақтап қоюға да болады. Ол да болады. Құрт жасап сақтап қоясың. Кейінгі ұрпақтарға деп. Ол да болады. Яғни бұл сол үлкен кісілердің жасаған еңбектері өте керемет. Бірақ оны өте келе бәлкім тілі ұмытылады, несі, ол бізге қараған жағы, біз оны зерттеп, өзіміздің педагогика, социология, психологияға сай не алу, бір практика шығару, соның ішінен алу, ол бізге қараған жағы. Яғни мысал үшін бір үлкен шығарма. Енді қазір келеміз, сол үлкен шығарманың бәрі бірдей, басынан аяғына дейін тек қана бір тақырыпта, немесе бір адамға, немесе бір дүниетанымы қалыптасқан бірнеше ғана адамға айтылмайды ғой. Оның ішінде көптеген нәрсе бар, болады. Соны өз уақытында қажетті жерін, қажетті қоғамға дәл уақытында жеткізіп беру кейінгі яғни ұрпақтың шаруасы. 100%. Бұны мысал үшін шығыстағы бұрынғы қалыптасқан мектеп әдіс бойынша шарх дейді көбіне.
Ашықтау, иә. яғни түсіндіру, Иә. трактат, толкование. Енді бір ғалым үлкен бір шығарманы жазып кетті. Иә. Оны қалай түсіну керек? Оның ішінен несін алып, қай кезде нені алып, кімге не беру керек? Иә. Яғни әркім әртүрлі түсінеді. Мысалы үшін бір атақты не бар ғой, мысалға теңеу. Иә. Яғни арыстанға ет беру, атқа шөп беру деген. Бұл да әдемі бір мысал. Иә. Енді кімнің деңгейі қандай, дүние танымы өзінің мына интеллектуалдық деңгейі қай деңгейде, соған қарай жаңағы көн шығармалардан не беріп отыру, кейінгі мектептердің ісі жалғасып келе жатыр. Енді бір қызық нәрсе. Менге бір неге айта кетейінші. Мынау атадан қалған мирас дейді ғой. Біз өкінішке орай мирасы былай қараймыз да. Енді мен бір мирас сияқты оны бір ақ неге орап қойып қоямыз да болды. Тиіспе. Тиіспе. Атамдікі. Атамдікі. Оны ашып зерттеу, ол киелі түрі. Негізі ол біраз кішкене қателеу. Мысалы себебі ол ілім болғаннан кейін онымен бас ауыртпай шұғылдамыз ізденбесін, ол музей болып қалады. Музей мұражай болып қалады да, сол ілімдер, кітаптар мұражай болмау керек. Одан әрдайым біз не қалып жүрміз, ойлап жүрміз, басымызды ауыртып, соны зерттеп сол кезде солар қайттан жанданады. Әйтпесе мұражай кітапханаға қойып қою, бұл пассивный дейді ғой, пассивный подход десе болады. Енді сен зерттемесең басқалар зерттейді. Мысалға жаңағы американдық немесе батыстың қандай да бір ғалымы зерттейді. Яғни сенің атаңның кітабы сен орап қойып қойған. Ол келіп бір уақыт сұрап алды да, мынаның ішінде мынандай керемет нәрселер бар екен деп, қайтадан өңдеп, былай айтқанда бір жүйеге келтіріп, қайтадан бір өзіңе ұсынып, міне керемет нәрсе. Сіз білесіз, мысалы, Ибн Синаны ең күшті зерттейтін ғалымдар Израильде. Мүмкін. Өткенде Турцияда бірне шақырды, Ибн Сина симпозиум болған кезде қарайды, Тель-Авив деген университеттегі ең күшті Ибн Синашылар сол жақта жиналғанда. Енді біз өзіміздің ғалымдарымызда солай зерттемесек, басқалар біздің ғалым зерттеп, солардың ауыздарына қарап қалып, мұқтаж болып қалады. Ол өкінішті жай. Сен түсіне отырсың, бірақ сен оны неге музейге сап уақытында, ол болмайды. Әлем пастан шұғылдану керек. Бұл да бір кез келген бір зат сияқты ғой. Пайдаланбасаң, ескереді, босқа тосады. Күрек сөйді, күрек. Босқа тосады, тотпаса тотығады. Бізге алғысыз болып қалады, одан кейін біреу келеді, ананың не керегі бар, артық нәрсе деп лақтырып тастайды. Негізінде бір алыншы бір сөз бар десе, неді, аңда бір ми бар да, қорғаушы психология бар. И дамыту психология бар да, қорғаушы өкінішке орай ислам әлемі енді бір-екі ғасыр неге колонияға ұшырады ғой. Шығыс мектеп, Азия. Енді қазіргі сөзін глобальный юг дейді ғой. Оңтүстік елдері колония болғаннан кейін оларда андай психология қалыптасты да ше, қорғақ болу, сатақ болу, сатақ болу. Ашу емес, интеграция жасау емес, қорғақ болу. Бұл өкінішке орай қорғақ болудың психология бұл дамытпайды. Адамдар қорғақ болады, мен неғып кетемін деп, шүбәнді бәрі бұл кетемін деп қорқады да. Ал оны қорқпау көп дейді. Арыстан, сенде не бар, менде не бар. Сөйлесек, алыс берсек. То есть шығыс негізі бұрыннан бері үлкен шығыс те, Бағдат дейді масақ, бәр жер негізі Шам дейді ғой, атақты не бар. Мысалы, шығыста Дом Мурис деп болады. Біздің ғалымдарымыз қорықпай, бұрындағы батыстың мана Айсөздің Платон кітаптарына аударып, сөйтіп сатақ болған. Батыс арабша версиясынан таныған ғой өз ғалымдарын. Егер олар болмағанда, баяғыда ғана олар ұмтылады, музей болып қалады. Музей болып қалған жерінен алып шықты ғой. Тірілтті ғой. Бір қорқан жоқ. Алат жер алды, алат жер алмады. Бұл басқа әңгіме өзі. Даналық үй дейді ғой, мысалы, Дарул Хикмет. Дарул Хикмет дейді. Енді қайтадан өз тақырыбымызға оралайық.
Енді мына теорияны түсініп алдық. иә Ал енді бастайық. енді қайтпек керек. Иә. Енді Бізде не бар? Бұл, яғни Кен Вильбер қайдан алды бұны? иә Немесе ол қайдан алдыдан бұрын біз көрдік қой оның енді теориясын. иә Тәп-тәуір нәрсе. иә Бұрында да бар нәрсе. Бірақ енді осыны біз немен толтырамыз? иә Жаңа өзіңіз айтпақшы, бір теорияны практикаға енгізу үшін әр мектептің өз практикасы Иә. болады. Иә. Ол заңдылық. Онда тұрған Иә, ештеңе жоқ. Қорқудың да қажеті жоқ. иә Онда біз не істейміз? Біз мысал үшін қазір екеуміз Жандос пен Қанат Кен Вильбердің теориясын қалай сөйлету керек? Енді бұрын бұны біреулер жасады, жасамады, біз жаңалық аштық деген нәрсе емес бұл. Бірақ біздің өзіміздің осы өзің айтып тұрған бірнеше жылдан бері әңгімелесіп, қорытынды жасап әкелген бір неміз бар қазір, мынау дайын тұрған бір дүниеміз бар. иә Осыны бір ашып Иә. түсіндіріп өтсек. негізі енді модерн заманнан кейін қазіргі қазіргі ғылыми былай жалпы айтқанда қоғамдық үрдістер ғылымда танымда ол плюрализм мен мультикультурализм дейді ғой, әртүрлі бағыттылықты қолдайды. Бұрын кезде не болған, сенікі қате, менікі дұрыс дейді былай соғыс түрінде. Ол яғни оны айтқан орысшасы дейді ғой, бинарный мышление дейді ғой, ты или за или против сияқты и болып кетті да. Или то есть. Екі яғни бұл заман бұл уақыт кетті уже, бұл өтті. Енді біз қандай үрдіске келдік? Ортақ әр ілімнің өз орны бар. Менікі немесе бөтен. Менікі бөтен, немесе анау тән керек пе, мынау тән керек пе, ондай емес. Он тәнді уақыты бар, мынау тәнді уақыты бар. Сөйтіп, бұл үстінде ортақ не? Интегралды, бәрін құшақтаушы, бәрін біріктіруші деген не келді? Парадигма уақыты келді. Көптеген парадигмалар бар, енді айтпай қой. Солардың біреуі осы интегралды бағыт, интегралды подход десе болады, теория. Бұл былай айтса болады да, бұрында ғылымда, мынау дене бар ғой, дене, бұл бихевиоризм дейді ғой. Бихевиоризм, мынау енді социология сияқты қарағанда, адам немен қараған? Адамның әрекеті мен істерін қараған. Сол үшін мысалы қарсаңда бар ғой, анау Карл Маркс сияқтылар, бәрі басына социолог болған. Карл Маркстан бастап Энгельс, олар қоғамды деген. Бірақ тек қана мына жағын зерттеген ғой, мынау оң төменгі бағытты зерттеген. Қоғам деген заң, күш, қаражат, капитал дейді, человек волк, выживает сильнейший деп, осыны зерттемеген. Кейін соғыстан кейін енді не бихевиоризм алдына шықты. То есть адам бүйтті, не заман келді? Индивидуализм заманы келді ғой. Бұрын кезде коллективдік болған ғой. Біріктіре берген коммунизм, біріктіру процесі. Капитализм, ақшаны біріктіру, бәрі біріктіру. Енді соғыстан кейін адамдар түсінді. Біріктірген басымыз қан, дау жанжал, айтты индивидуализм, эгоизм заманы келді. Әркім өз қамын өзі. Эгоизмнің бір түрі. Эгоизм мен не ғой? Оның енді сияқты. Индивидуализм деген аты ғой. Индивидуализм бар. Әркім өзінің өмір өзіне, өз ләззатын өзі көрсін. Деген сол кезде бихевиоризм шықты. Мысалы қазіргі психологияда ең үлкен мектептің аты когнитивті поведенческий терапия дейді, школа дейді. То есть мынаумен қазір өтеміз сол жақ адамның ойы мен әрекеті ғана зерттейді. Қазіргі жоғары бағыт зерттейді. Төменгі зерттемейді. Мына жақ қалыпты. Бұрын мыналарды мына жерден кетті. Бұрында былай болды, сол кейін мына секірді, енді былай барады. Бірақ өзі айтады, КПТ дейді, бірдеңке жетпей жатыр дейді да, сөйтіп эмоция деп сөйтіп қосып қояды руханият. Бірақ еңгі үстіңгі екі бағыт. Бұл үстіңгі екі бағыт деген не? Қараңыз, былай түсіндірейік та, мынау енді не қойында? Бір көзді адам сияқты ғой, тек қана материалды қарайды да.
көзге көрінетін жағын. Иә, көзге жақын. Мысалы, дененің әрекеті көрінеді. Көрінеді. Қоғамдағы заң немесе күштік құрылым ақша көрінеді. Ақша көрінеді. Иә. Бұл көзге көрінетін жағы. Иә. Мына жақта менің ішкі руханиятым, ішкі әлемім, Иә. оны көрмейсіз. Көрмейсіз. Тіпті мына әулеттің, ұлттың, жалпы үміттің де ішкі әлемі байқалмайды, былай әрекет шықпаса, Иә. жасалмаса. Енді бұл жерде былай тұр ғой, енді бұлар манағы подходтың несі интегралды болу себебі тек қана былай дейді, материалды болып кетсе, адам ол тек қана материал емес. Көп нәрсе бар, адам не дейді, иррационал дейді ғой, санасыз, бейсана түрде жасайды адам. Bu не үшін бейсана жасайды? Даже мынандай подход бар да, 4-5 бірдей алманы қойып қойса, адамның не бар, детектор не бар да, глаз. Сол 3-4-5 алманың, бірдей алманың біреуін таңдап қояды. Бірақ таңдады дегенде басқа таңдады, мынаны таңдайды, не үшін өзі білмейді не үшін екен. Бірақ төз ойы басқаша айтып жатыр, ауыз басқаша айтып жатыр. Бұл не? Демек адамның ішінде таңдау еркі бар екен, бұрыннан жазылып қойған. Бірақ бұл ғылым түсіндіре алмайды. Не үшін? Сол кезде адам ішіне келу керек болды, бейсанаға, руханиятқа кіру керек болды. Сол кезде олар түсінді, когнитивдік дейді ғой, ойлау, адамның ойы неден тұрады. Сөйтіп олар енді эмоция деген ол ғылыми маман екен, ойға келді да. Сөйтіп ой ақыл кірді. Ақыл деген не? Когнитивті адам не үшін таңдайды? Соның бәрі, содан кейін ақылдан кейін басқа да нелердің бәрі осы шығады. Эмоция деген не? Содан кейін осы сезімдер, ашу мен шахват дейді ғой. Қызығу, иә. Ең үлкен не ғой да, қызығу мен қорғану. Адам ең басты бай. Нейді? Мына ашу күші дегенде, мысалы үшін, қорғаныс күші деп айтуға болады. Қорғаныс күші, иә. Яғни адам әуел қорғаныстан басталады негізінде. Бірақ қызық енді қазір бұны енді ғалымдарымыз, біздің шығыс ғалымдарымыз айтады. Адам бірінші туылғанда дейді, қызығу күші пайда болады деген. 6 жасқа дейін. Басым бала. Басым бала. 6 жасқа дейін бала аузына таға береді, мен деп бәрі алғысы келе берді. Потому что ол өмірге қызығып жатыр. Екіншісі дейді, ода 6 жастан кейін ода ашу пайда болады. Себебі қорғану керек. Біреуді аямай ұра салады, санасыз түрде. Бірдеңені жұлып ала салады, ойланбайды. То есть әлі немес, адам әлі тұлға болған жоқ. Адам дамып жатыр. Және 13 жасқа келгенде ақыл алға жылжиды екен да. И сол кезде дейді, біз не бойынша шығыста дін парыз болады. Не үшін парыз? Ақыл тоқтатты уже. 13 кемел жасқа келді, 13. Енді қоғам алдында. Яғни жауапкершілікті мойындау процесі басталады. Бұны айтып кеткен біздің Газали еді ғой, имам Газали. Осыны бана өзінің кітабында, бақыт формуласы кітабында жазып кеткен. Бала тәрбиесі жазып кеткен. Осында бір өте еді деп әдемі түрде жазып кеткен. Осы жерде енді бақыт формуласы қазір қазақшаға аударылды. Бірақ енді бақыт формуласының өзі де оның анау Ихия Улумиддин деп аталатын үлкен энциклопедия деуге болады. Енді 4 томның ішінің әрқайсысы 10 кітаптан, былай айтсаң 40 кітаптық бір үлкен жиынтық деген дүниенің бір өзегін суырып, жинақтап, мынау сөлін сығып әкелгендегі шыққан кітап қой, бақыт формуласы. Енді қысқа енді Газали туралы, осы жерде мысалы үшін осы Газалиді мына 4 ненің ішінде қай жерге қоямыз? Негізінен енді мына мен өзің білесің, менің енді 30 жылдан бері мен қарай аудармаларым бар, басқа бар. Осыны зерттеп келе жатырмыз. Бірақ келгенде өзің білесің, бірнеше жылдан бергі мына 4 бағана айттым ғой, немен толтыру. 4 ұяшықты 4 үлкен кітаппен толтыру несіне келдік қой. Бір қорытындыға. Осы 4 ұяшықты 4 үлкен том жиынтық. Оны енді күллият дейміз ба, болмаса орысша сборник дейсің ба, не десең де жинақ
төртеуі де үлкен жинақ кітаптар. Осыны Ғазалиді қайда қоямыз? Біріншіге қою керек шығар. Иә. Яғни адамның жеке ішкі жан дүниесіне Иә. ең қатты әсер ететін кітап сол Ихия Улумиддин, енді жинақтап айтқанда бақыт формуласы. Бақыт формуласы, иә. Неге десеңіздер, былай ғой, енді Газалидің өмірбаянына қарсаңыздар, ол өз заманында ең атақты ғалым. Өз заманында білімі күшті тұлға. Танымал, бәрін құрметтейді, бірақ сонында неге кіреді? Менің амалдарымда ықылас бар ма деп, ішкі бір несін зерттейді. Даже сол жақты зерттеген, даже сөйлемей қалады. Сондай дәрежеге жеткен, да? Психосоматика бойынша. Сосын бір енді қарсаңыздар не үшін? Демек, ішіндегі бір тазару несіне сезінген мұқтажы бар. Яғни сырт ойлайсың, ғалым, тани. Не керек дейсің ғой? Атақты өз заманның банағы кім, Низамил Мүлк, атақты уәзірі, оны құрметтейді, соған медресенің басшысы, енді о замандағы бір Алиасқар не сияқты ғой, Низамия медресесі басына қойды. Бірақ адамды бұның бәрі мен атақ үшін жасадым деген сұраққа жауап іздейді да, ақыл мен сезімнің бәрі аудит жасайды, аудит. Содан кейін барып, ортаға Ихия Улумиддин кітап келеді. Бірақ біреу айтады, Ихия Улумиддин келіп айтқан ғой, Ихия Улумиддин өте үлкен кітап. Біз бір оқуға уақытым жетпейді. Бізге мини түргісін жасап бер деген ғой. Газали отырғанда бәрін сүзіп, өзі жасап берген. Бақыт формуласы ат берген. Яғни адам қалай бақытты болады, ішкі жан дүниесін тазартса, ол ортаға жақсы шығады деп, бүкіл күшін соған берген Газали. Тазару, ойы мен киме садет дейді, бақыт формуласы деп, арабша сондай бір аты бар. Енді бұл не үшін айтылды? Себебі адам бір үлкен бір не ғой, бір ел сияқты ғой. Адам бір үлкен бір ел сияқты. Оның ақылы, оның уәзірі дейді. Банағы армиясы, оның банағы ашу күші. Оның банағы нелері, сезімдері, саудагерлер. Сөйтіп үлкен бір не болғаннан кейін әр жердің өзінің несі бар, бір сарайы бар. Ақылның өзінің сарайы бар. Бірақ және ол жерде әрине патша ол жүрек қой, қалып. Трон ол қалып. Яғни кім бір денеде бір ғана патша болады. Екі патша боламайды. Сол қалып бүкіл денеге сөзі жүрсе, дене бақытты болады. Ал егер патшаның сөзі жүрмей, банағы армия төңкеріс жасаса, немесе саудагерлер, миллиардерлер отырып монополиясын сетіп алса, ол неде, ол мемлекетте не болмайды. Адамның өзінде де солай, ішкі әлемінде де. Бұл тәмсіл дейді, бұл метафора, классикалық, бәріге танымал бір не, тәмсіл түрі. Яғни бұл түсіндіге, бұл бірінші біз нені түсіндірдік. Бірінші мысалды түсіндірдік. Екіншіге өтейік, бұл да жеке, бірақ көзге көрінетін әрекет. Нау ахлак десе болады, ахлак ішкі әлем, яғни жан дүние. Тазару, ішкі жан дүние. Ішкі жан дүние десе болады. Енді осының сыртқа шығуы, тек қана менде емес, басқа бір жеке бір адамда болсын, менде де болсын, ол осындай неден тұрады, дененің көзге көрінетін өлшемді нелермен бағытталады, іс-әрекеттермен ортаға шығады. Бұны біз классикада адап және ахлак және адап деген, әдеп. То есть әдеп деген не? Уақытылы дұрыс әрекет жасау, ол әдеп. Әдеп қой. Дұрыс әке болу, дұрыс көмші болу, дұрыс көрші болу, дұрыс азамат болу, осының бәрі әдеп деген. Бірақ бұны біз не дейміз? Бұны біз дене болғаннан кейін қалай әдептену, қалай дұрыс рызық табу, қалай өзінің бос уақытында, ұйқынды болсын, ұйқы деп айтса болады да, реттеу, дұрыс әдепті сөйлеу. Бұны енді шығыста риязет деген бір термин тапқан. Бұны Қожа Ахмет Яссауиден бастап бүкіл 1000 жыл бойы біздің ата-бабаларымыз не істеген, практикада тәрбиелеп
әдеп Бұл тану, өзінше бір пән. өзінше әдеп. пән, әдеп тану деген Иә. ол пән. Бұл негізі осы. То есть Енді мысалға денеге ең қажетті нәрсе тамақ, ырзық иә, және демалыс, иә, ұйқы. иә, Яғни кәдімгі иә, қарапайым дененің демалуы. иә, Және қарым-қатынас, иә, сөйлеу. иә. Яғни рухқа мағына керек. Денеге ұйықтау, сөйлеу және тамақтану керек. Адам осы екі нәрсенің Иә. неден тұрады. Жеке адам ретінде қалсақ, осы екі бағыттан тұрады. Оны бізде шығыста хузуси деген, наны тәмсили деген, тәмсили. То есть репрезентативный болады, Иә. наны индивидуальный, частный, индивидуальный айтса болады. Бұл адамның жеке әлемі да, бұл, яғни сізге мысалы ұнаған зат маған ұнамайды. Иә. Бұл субъективный, индивидуальный нәрсе. Иә, солай. Бірақ мынау әдеп, бұл этика деп айтса болмай ма? Бұл адамның Этика. енді иә, Яғни этикаға көп келеді. көп енді. келеді, иә. Бірақ енді, аха, Бұл енді сол адамға, жеке адамның істегені көзге көрінетін жаны осы нені бақыт, осы нені бақытта шығады. бұл жекеше. Бұл жеке түрі. жеке ішкі, жеке Және сыртқы сыртқы. деп айтса болады. Қазақша кішкене енді. Мысалға жеке ішкі дегенде мына қазақта бір сөз бар енді. Атадан алтау тусаң да бір басыңа жалғыздық дейді. Яғни сен қанша жерден қаншама ағайынды болғанмен айналаңда бәленбай мың адам қоршап тұрғанымен ішкі жан дүниең өзіңе ғана тиесілі. Ол басқа адам сезе алмайды, айтсаң да түсінеміз ғой дегеннен артыққа бара алмайды, бірақ толық сен түсіну мүмкін емес. Денеде де сондай. Иә. Денеде де сондай. Мысалы үшін сіздің бір жеріңіз, яғни физический жағдай ауырып тұрса, мен сезбеймін. Сезбейсің, иә. Бірақ айтам, яғни аяймын. Ойбай деген сияқты енді. Жаным ашып, аяныш білдіруім мүмкін. Бірақ сіздің сезіп тұрғаныңызды мен сезе алмаймын. Иә. Енді былай айтып кетейін, бұл екеуі негізі бәрі бірге. Мысалы адам бар ғой ше, мысалы адам тамақтану деп ойлайсыз ғой ше. Иә. Болады витамин нелер ше. Иә. Бірақ адамның көңіл күйі да болмаса, уайымы, әрдайым уайым болса, ішкі жан дүниесі күйзеп тұрса, қанша тамақтан ауру ләззат ала алмайды. Ләззат ала алмайды, ауру болады. Сол үшін бұл ішкі мен сыртқы әр уақытта бірге жүреді. Бір кітапта бір зерттеу болғанда, бір ауылда, Американың бір ауыл жағында екі не бар екен. Бірақ француздар тұратын ауылда рак көп екен да, Италияда рак аз екен. Жақын ауыл. Иә, жақын ауылда. Бір-біріне деді. Иә. Сөйтіп зерттеген, суын зерттеген, ауасын, сонда бай келеді ғой, итальянецтер семьяшыл. Әрдайым көп ұйықтап, әңгіме айтып, сондай халық болғаннан кейін рак несі төмен екен. Яғни қарым-қатынас жақсы. Қарым-қатынас жақсы. Әрдайым бір-бірімен балалар көп болады, айырылас, құралас. Не болған ана ауыл тату-тату өмір сүргеннен кейін барып, денсаулығы да күшті екен. Тура сол ауылдың анау Франциядан келген нелер, олар нелеу, енді жеке басты, карьерист, өз уайымы өзінде. Қоғам, кішкентай қоғам ауыл шаңға. Сөйтіп сондай келген да, сондай мен сол таңғалдым. Демек, адамның таңғалатын нәрсе сырты мен ішкі әрдайым үйлесімді болады. Иә. Енді бұл адамның үстіңгі. Яғни мына ұяшықтар бойынша тар шеңбер. Енді бізге өтеді. Мына жақтың бәрі мен. Үстіңгі жақ мен. Енді бізге өттік. Және мынаны айтып едік, мысалы шығыста адам мысалы наларды реттемей рухани білім бермеген. Сен ұйқыңды ретте, сөйлеу әдебіңді ретте, әбден тәрбиеле болады да, уақыт келгенде болды дейді да, рухани тәрбие береді. Былай қарай кетеді. Былай қарай жылжыған. Енді біз қалай жүреміз? Солда оңға жүреміз, оны солға жүреміз. Маған қап не жоқ, бірінші солдан бастайық. Бізден бастаймыз. Енді біз деп айтсақ, сол біріншісінде мен кіммін деген сұраққа жауап іздесе. Енді осы жерде тағы бір нәрсе бар. Біз енді жаңа мына бірінші ұяшықтың былай айтқанда практика түрінде қолданған
бір әдебиет туралы айтты. иә. Адам туралы айтты. Иә. Ол Ғазалиден. Ғазали. Иә. Енді мына жоғарғы екінші ұяшыққа. Иә, ұмытып кеттік оны. Иә. Бұл Кім бар ода? Бұл яшыққа біз тәмсіл дейді ғой. Иә. Жақсы тәмсілді метафораларын жинаған бүкіл шығыстың бұрыннан бері үйінде оқитын кітабы. Бұл Мәулана Румидің мағына мәнәви дейді ғой. Рухани поэтиканың бір несі 6 томдық кітабы. Яғни Джалалиддин Руми. Румидің атақты еңбегі. Иә. Енді сырттай арасында бір ертегі сияқты да. Иә. Бірақ ішінде қалай әдепті болу, Иә. қалай жақсы бір шәкірт болудан бастап, қалай бір адам болу, эгоны тәрбиелеу, соның бәрі осы керемет бір жүйелі түрде бізде қойып берген. Руми. Иә, Руми. Енді Румиді кезінде мысалы үшін батыс әдебиетіне, яғни тілдеріне аударылды. Тіпті советтің кезінің өзінде мынау орыс тіліне аударылды. Оны ақын ретінде таныды. Ақын ретінде, иә. Кәдімгі бір шығыс әдебиетінің бір өкілі ретінде танылды. Бірақ қазір қарап отырсаң, жай әдебиет емес. Өте терең мағыналы мына формула бойынша адамның жеке әдепті қалыптастырудың негіздерін қойған үлкен бір мектеп. Бір айтып кетейік та, мысалы мына жақта имам Аль-Газали имек болса, ол бағанағы Сократ, Платон, шығыс батыстың ғылымдарын бәрін алып, бір критикадан өткізіп, алар жайын алған. Тіпті өзінің философияға критика деген еңбегі бола тұра, ол шығыстың мен батысты біріктіре алып, бір жүйе келтірген ғалым. Тура сол сияқты Мәулана Руми притчалар дейді ғой, ертегілердің бәрін жинаған. Грек ертегілері, соның бәрін өткізіп, керек емес, теріс нелердің бәрін босатып, шығарып, жаңадан бір неге жүйе келтірген. Және бұл да, мысалы бұның мәснави мәневидің не жағыне, мысалы бір біз бар шығыстан дәрвиштер ауырлайды ғой, ауырлайды сөйтіп жиналып отырады, сөйтті оларға мәснавиден бейт дейді ғой, өлім шығып отыр, айтып береді. Сөйтіп кішкентай балаға бұл ертегі болып көреді. 40-тағы адамдарға бұндай нәрсе болса болады деген сияқты не келтіреді, өмірлік сценарий жазып береді. 60-70 адамдарға бұған үшін бұлай болыпты ғой деп тағдыр жағынан дәріс береді. Яғни даналық мектебі қалыптасады. Бір балалықтан бір кәмелеттік жасқа, одан кейін даналыққа бәрін жетелеп алып келетін бір өзінің стилі. Бірақ бұны Джалалиддин Румиді батыс поэт деп тану себебі бұның ақиқатты жеткізу формасы поэтика болғаннан кейін парсы поэзиясы. Ол заманда парсы тілінің поэтик несі ғой, самый ходовой продукт әдет болғаннан кейін бұл әдебиет тіліне жеткізген ғой. Айтпаса мен әдебиетпен мен шайыр емес мейді. Бір халық сол неге дайын болғаннан кейін ақиқаттарды бізге жеткіз дегенде поэтика түрмен жеткізу мәжбүрінде болған. Сөйтіп әдемі бір бізге мирас қалдырды. Кім? Енді осы жерде бір тағы айтып кететін нәрсе, мен түркітанушы ретінде айтпасқа болмайтын бір жағдайлар. Мына төрт ұяшықтың төртеуі де қатысы бар бір жағдай. Ғазали Селжүкті мемлекетінің адамы. Яғни Мәлікшахтың, Селжүктінің алғашқы кезеңдері. Қазіргі Иран территориясындағы Селжүктің Мәлікшах патша, Низамул мүлк уәзір, Ғазали академияның басында, былай айтқанда, қазіргі тілмен айтқанда, ғылымның басында. Бірақ бір жағдай бар. Ғазалидің, Низамул мүлктің, Мәлікшахтың ортаға шыққан кезеңіндегі бір саяси дейміз ба, қалыптасқан проблема бар. Ол мұна
енді кезінде солардың хашхаши деп атады ғой оларды. Батыста ассасин дейді. Солардың өршіп тұрған кезі. Яғни халықтың басында проблема бар. Бұлай қарасаң, әдемі бір мемлекеттік құрылым қалыптасқан, байлық бар, жүйе бар, бірақ проблема бар. Бүкіл әлеуметке қауіп төндіріп тұрған бір жағдай бар. Анау бір енді еще на крысу поход та бар. Олар да бар. Яғни бір кәдімгі халықтың яғни бір ойландыратын проблемалары бар. Жаңағы ассасиндер. Ал кімнің кезі? Жалаледдин Румидің кезінде де ол да Селжуктың соңғы кезең. Біреуінде мынау үлкен Селжукты деп аталатын кезең, екіншісі Анатолия Селжук кезеңі. Бұл Конияда. Бірақ Румидің өзі қазіргі Түркияның территориясы. Мұнда қазіргі Иранның, Ирактың территориясы. Яғни Бағдатта негізгі не құрылған. Ал мұнда Кония, қазіргі Түркияның территориясы. Онда да Селжуктың Анатолия Селжукты кезеңі деп аталатын бір жағдай. Бірақ шығыстан енді Шыңғысхан бастаған бір дауыл келді. Оны енді анау де мынау де ол тарихи бір жағдай, тарихшылар оның өзінің бағасын берер. Қазірге бізге қарайтын жағы, онда да үлкен аласапыран кезең. Румидің өзі қазіргі Орта Азияда енді бір деректерде қазіргі Ауғанстан территориясында Балқыда туған дейді. Бір деректерде одан да бері керек бізге жақын Самарқанда туған дегендер бар. Тіпті енді жалпы алғанда біздің Орта Азияда туып өскен бала. Енді жас кезінде кетті, көшті, турасын айтқанда. Түркі дегенде не бар? Мен соны айтайын деп тұрмын. Енді мына жердегі жағдайдың бәрінде де бір түркінің екеуі де Селжукты да, Анатолия Селжуктысы да түркінің мемлекетті, түркілік мемлекеттер. Бұлардың мысал үшін жазған тілдері арабша болуы мүмкін, фарсша болуы мүмкін, оның түркше жазған шығармалары да бар. Екеуінде де бар. Бірақ негізгі тіл арабша, білім тілі сол кезде қалыптасқан, енді поэзия тілі, әдебиет тілі фарсша. Сондықтан олар енді сол кездегі тілмен жазды, фарсша жазылды. Енді бізге келгенбіз. Неқта басаймыз, Бізді, жоқ, мұна әуелі шағын бізді бітірейік. Жоқ, мұна бұлай келейік онда. Заманауи. Енді неқа келген кезде, бұл жерде неқа өттіге, бұл жерде енді қоғам не деген. Ортаға қоғам не? Қоғам не істеп тұр? Қоғам не істейді? Қоғам не істеп тұрдан гөрі қоғам не істеп жатыр? Қалай бір әрекет етеді деген кезде, неде Туниста туылған, шығыста сол Мағриб дейді ғой, сол регион. Батыс, сол Сахара жақта туылып көп деген саяси интрига өмір сүрген Ибн Халдун деген атақты тарихшы ғалым бар. Социология ғылымның даже құрушысы дегенде келеді. Оның енді бұны уникальності Ибн Халдун манағы Әмір Темір заманында өмір сүрген, Әмір Темірмен кездескен, тіпті құрдас, яғни туған жылы да өте жақын, қайтыс болған жылдары да өте жақын. Біреу 1405 жылы Әмір Темірдің қайтыс болуы, Ибн Халдунның қайтыс болуы 1406 жыл. Яғни туған жылдары да енді бұлай жазып қойған дерек бойынша екеуі де 1333-34 жылдардың тумасы. Құрдастар бұлай айтқанда. Енді қызық жері бұл банағы кім Ибн Халдун, бәрі ғой енді Туниста туылып не өскенмен, бұл жас кезінен бастап медресе ілімі толықтай тамамдамағандықтан бұл өмір мектебінен өтеді. Аудармашы ода хаттат дейді, хатип жазушы, секретары болады, сөйтіп өзі өгіп, бірақ атақты семьядан болады, жас кезінде пандемиядан әке-шешесін жоғалтып алады,
сосын өскеннен кейін барып әкеше бала шағасын неден ане ғой Андалусиядан алып келген жатқанда жолда кемеде бала шағасы батып кетіп сөйтіп қатты күйзеліске өткен, бірақ соның арқасында бір қамалға кіріп Әл-Элбер деген кітап жазады бірінші, яғни ғибратлар тарих деген кітап жазады, бірақ оның алдында жас болғаннан кейін барып кіріспе жазу керек болады. Сөйтіп кіріспе деген үлкен бір қоғам не деген үлкен бір еңбек жазады, 2000 беттік мұқаддима деген атақты, өте атақты. Батыста негізі Мәснәви мен мұқаддима өте атақты. Мұқаддима не жағы, бұл өкінішке орай енді біздің медреселеріміз былай қоғамдық ілімге қатты былай тек қана фикх жағынан зерттеп, қоғам не дегенге қатты кіре алмады. Бірақ енді бір тағдырдың несі, Ибн Халдун медресе ғылымы толық болмағаннан кейін ол басқаша не еді, наблюдение деген ілім несі жақсы дамыды, сөйтіп қоғам бәрін былай жүйеге келтірді. Қоғам неден тұрады, адамдар не үшін бірігеді деп, сөйтіп социология пәнінің оның тілімен әл-умран, илми умран деген мимар дейді, түрше құрастыру. Бірақ бұл андай қоғамды құрастыру, қоғамдық құрылым десе болады. Қоғамдық құрылым ғой. Қоғамдық құрылымға әдем келеді. Қоғамдық құрылым деген ол физик. Қоғамдық құрылым. Қоғамдық құрылым әдем кетеді. Умран. Сөйтіп ол соның бәрін 6 том кітабы 6 том. 6 том антропологиядан бастап, социология, экономия, сөйтіп бәрін жетіп кетті. Соныншы томы ғылымдар мен пәндер, өнерлер деп точкасын қояды. Яғни былай қарасаң, қоғамның сатысы ғой, басында адамдар бірге тірі қалу үшін бірге, яғни алғашқы қауымдық құрылыстан бастап бүгінге дейін, өз заманына дейін алып келеді. Сөйтіп бізге альхамдулилля осындай бір кіріспе деген, мұқаддима деген кітапты, илми умран деген кітапты бірінші болып өз заманына өте современный подходпен бізге алып келген осы ғалым. Өкінішке орай араб ғалымдары, араб әлемі бұны қатты мойнаған жоқ. Ең бірінші болып Османlı ғалымдары өте бұны еңбекке бағалап, оны алып келіп, кейін оны француз тіліне аударып, ғалымдар Османлылар Европаға кетіп қалды. Сөйтіп бізге осындай кітапты қалдырды. Ішінде күш деген не, заң, қаражат туралы бүкіл нәрсе өте современный. Және бұл да мәмлүктер заманда не қылды? Мәмлүктер заманда. Енді Ақсақ Темірдің кезеңі ғой. Негізгі енді туған жері жалпы арғы ата-тегі Йеменнен барып Андалусияға, қазіргі Испания, бұл сол Андалусияда туылғанменен негізінен Тунисте өсіп, кейінгі негізгі еңбектері Мысырда ғой. Мысырдағы бір неде енді бір қызық нәрсе бар. Жалпы Ибн Халдунды мына ғалымдар зерттеп, ғалымдардың арасында бір әзіл бар Ибн Халдун туралы. Ақсақ Темірді алдап кетіп тірі қалған жалғыз адам деген. Қызық бір нәрсе. Яғни алдап кету деген, бұл жерде бір алдап кету нәрсе жоқ негізінде. Бұл жерде білімнің қылыштан жоғарғы екендігінің бір дәлелі болды. Шынтуайтына келгенде. Алдау емес. Яғни ғалым патшаны, қаһарлы патшаны тоқтатты және жеңді. Көндірді былай айтқанда. Өйткені Ақсақ Темір Шамды алып қойды. Шамды алғаннан кейін енді ар жағы Мысыр. Яғни ол кезде Мысырда билігі жүріп тұрған мәмлүктер. Әлі 100 жылдай өмір сүреді ғой, о жоқта. Мәмлүктер енді әскер шығу керек, Ақсақ Темірді тоқтату керек. Сонда әскер шығарамыз ба, жоқ елші жібереміз бе деген әңгімеде әуелі елші жіберейік деген. Бірақ елші жіберуі де қызық. Соның ішінде елшінің біреуі болып Ибн Халдун. Бірақ дипломатия біледі дейді ғой. Ғалым адам. Бірақ бір қызығы онымен бірге еріп келген
елші бәленбай адам ғой енді. Яғни Ақсақ Темірге кіреміз, тоқтатамыз, әңгіме айтамыз, анау мынау деген сияқты. Көбісі қашып кетеді. Шынтуайтында аналар қорқады, бармаймыз деген сияқты. Ибн Халдун жаңғыз өзі қорғаннан секіріп қашып шығып Ақсақ Темірге барады. Жаңғыз барады Ақсақ Темірге. Сөйтіп жаңа тоқтатты деген жері енді Мысырды алам дейді ғой. Енді алу ойында бар ма, жоқ па? Бірақ Ақсақ Темір ғалыммен сөйлескеннен кейін сен түсіндір дейді. Жалпы мына Мысырдың ар жағында Африканы түсіндір. Батыс ғылымын, яғни әлемін түсіндір. Қазіргі енді солтүстік Африка ғой, батыс әлем деп аталып отырған о кездегі. Сонда бүкіл ғылыми деректерменен, дәйектерменен жалпы о жаққа қарай әскер бастап барып, о жақты қиратып, қырып жоюдың, кәдімгі соғыспен барудың қажеті жоқ екендігін, яғни ғалым бір патшаға түсіндіру арқылы тоқтатқан бір жағдай. Енді бұл енді қазіргі енді социологияның атасы деп біреу айтады, тарихтың атасы деп біреу айтады. Қай саланы зерттемесең де Ибн Халдунды айналып өту мүмкін емес жағдайда. Егер адамға байланысты бір не болатын болса, ғалым болатын болса. Бір қызық айтайын. Ибн Халдунның қайтыс болған мазары, түрбесі, бейбарыс түрбесінің несіне, бейбарыс салып берген түрбенің несінде көмілген. Соқта да сол жерде де қалған 1-2 жыл. Енді рухани ізденіс сол бір тарихын бір несі енді сол мәмтен салып берген. Тарих бір қызық жағдай ғой. Яғни бейбарыста мына Палестина қазіргі бергі бетке өтіп кеп мына Құлағудың армиясын тоқтатты. Бұл да бергі бетке өтіп кеп Ақсақ Темірдің армиясын тоқтатты. Былай айтқанда біреу қылышпен тоқтатты, біреу сөзбен тоқтатты. Ұқсастық бар. Яғни тарих арада 200 жыл өткеннен кейін біреу 1260 жылдар болатын болса, біреуі 1380-нің аяғы, 89 ба солай. Яғни 200 жыл емес, 150 жыл, 120-130 жылдай уақыт өткеннен кейінгі бір тарихтың қайталануы сияқты нәрсе. Жарайды, бұл енді соңғы немізге келдік, соңғы қатрақ десе болады, соңғы шеңберімізге келдік. Бұл жерде біз енді бұның бәрі орта классика болғанмен, бізге енді бұл қоғамның, бұл әлеуметтің проблемасын түсінетін замандасымыз осы қандық, рулық, діндік қауіпті, яғни қауіпті бізді қорғайтын бір ғалым керек болды. Біз соны зерттедік. Яғни бұл чисто бүйтпей, объективный болу үшін кім осы үмметімізді, әлеуметімізді, ұлтымызды сақтап қалады. Әр бұл дүниеде, әр ақыретте деген сондай бір не туындатты. Сосын біз зерттей келе, яғни түсіндік, ең үлкен құндылық ол иман, сенім, наным, сенім ғой енді былай, терең нейді қабылдау. Және бұны, яғни бұл айттық қой бана басын айттық қой, атеизм осы 1-ші ғасыр, атеизм ғасыры болғаннан кейін, атеизмге әдемі логикамен, метафорамен, қалыпты түсетіндей иманға күш беретін бір кітап керек болды. Оны яғни бұл Түркияда өмір сүрген атақты Бедуиззаман Саид Нурси деген ғалымның кітабын, Рисале Нур дейді ғой, нұр кітапшалары, нұр парақтары деп сондай бір еңбегі бар. Біз соның ішіндегі сол кітапты өзімізге бір үлгі ретінде танадық. Себебі ол кісі, яғни әрі кезінде қоғамдық неменде айналысқан, кезінде медресе заведенде өткен, осы бететін бәрін өтіп шыққан. Бұны кітаптарында ескі Саид, жаңа Саид, 3-ші Саид дейді. Осы һәм философ, һәм өзі молдада болған, соғысты де көрген, сондай бір керемет бір тұлғаның кітабын өзімізге алып, бір үлгі еттік та. Енді
мына 4 ұяшық, 3 кітап келді. Келді кітап, иә. Енді былай қарасаң, біреулер айтады, мынау 1000 жыл бұрын өмір сүрген. Иә. Мынау да 800 жыл бұрын өмір сүрген. Мынау 500-600 жыл бұрын өмір сүрген. Ал мында енді осы үшеуінің де бір жиынтығы ретінде осы 20 ғасырдың туындысы Иә. Рисале-и Нур. Иә. Оны авторы Бедуиззаман Саид Нурси. Иә. Бұл кітаптар мен енді тікелей мен аудармашымын ғой. Иә. 14 үлкен томнан тұрады. Иә. Соның 11-12 томы қазақшаға аударылды. Иә. Оның ішінде өмір тарихы да бар. Ол былай айтқанда мына алдыңғы 3 кітаптың жиынтық бір формасы. Иә. Деуге болады. Иә. Бірақ бұл аналар қажет емес деген нәрсе емес. Міне, яғни жеке адам, бағана өзің айттың, бір мынау керек, анау керек емес, анау бітті, мынаның өтіп кетті, заман өтіп кетті деген нәрсе жоқ. Яғни жеке өзіңді жетілдіргің келе ме? Бар. Газали кітабы зерттеп. Ал енді мынау әдепте болғың келе ме? Мінекей мына кітап бар. Ал жалпы мына қоғамдағы экономикалық мәселелер түсінгің келе ме? Саясат та бар бұның ішінде. Саяси экономикалық жағдай түсінгің келе. Енді оның бәрін бірдей зерттеп, ананы да, мынаны да, мынау маған келмейді деген, ананың ана жері, мынаның мына жері дейтін. Ал мұнда бәрі бар. Бұл бір жиынтық деп отырғаным сол. Жиынтықта бар, жиынтық. Бұл тек қана мына елерді алмайды. Яғни психология керек па? Психология бар. Социология керек па? Социология бар. Әдеп керек па? Әдеп те бар. Экономика да бар. Яғни бұл Рисале-и Нурдың ішінде бүкіл жаңа айтып отырған және бұл заманауи ғой. Яғни бұл кісінің қайтыс болған жыл 1960 жыл. Яғни бірінші дүниежүзілік соғысты көзбен көрді. Екінші дүниежүзілік соғыстың қалай болғанын білді. Яғни адамзаттың бүкіл аламан тасыр кезеңдерінің бәрін басынан өткізді. Өзінің туған жылы 1876-77 жылдар. Енді бұрынғы есеп бойынша яғни 1293 жыл. Хижри. Енді соның бәрін жинақтай келгенде, әсіресе мысал үшін қоғамның аласапыран, мына атеизм және капитализмнің өршіген кезеңдер. Қазіргі кезеңге нақ сай бір немен жазылды. Сондықтан осы, яғни Кен Вильбердің мына 4 квадрант деп аталған теориясына біз 4 кітапты қойып беріп отырмыз. 4 кітап. 4 үлкен жинақ. Олар жай бір қарапайым бүгін оқып кешке бітіре салатын нәрсе емес. Үнемі пайдаланатын, қолданатын, күнде өзің практикада пайдалана алатын бір методикалық әдістемелік кітаптар, әдістемелік жүйелі кітаптар. Бұл біздің мағына академиясының өзін ойлап тапқан есі ғой. Бұл біз өзіміз зерттедік. Неге бұлай болу керек, неге мынау болу керек, осының бәрі алып келе, бір кемелді адам болу үшін адам өзінің ішкі жан дүниесін тазарту керек, не істеу керек, өзін әдепті ұстау керек. Қоғамдағы сыртқы нелерді, байланыстарын бәрін білу керек. Және өзінің, мысал үшін, ең маңызды мәселелер мына жерде әулет, ұлт, үммет жалпы. Яғни кеңейеді, қараңыз. Меннен бізге өттік. Енді әулет, жаңа қарапайым туыстық, оны байланыстырып тұрған қандай. Енді бұл ұлт бар. Мысал үшін, кейбір жақтарда бір жақтылық болып кетеді. Мысал үшін, белгілі бір енді экономистер экономиканы айтып кетуі мүмкін, діндарлар дінді айтып кетуі мүмкін, ұлтқа қояма дейді. Қалмайды. Мұнда ұлттың да
мүддесі рөлі бар. қорғалады. Әулеттің мүддесі, Иә. яғни семьялық Иә. не, ұлттың мүддесі, Иә. ұлттық форма, ұлттық болмысың сақталады. Иә. Және бүкіл, яғни әлемдік неге кеңістікке шыға алатындай, әлемде не болып жатыр дей алатындай, үмметтік бұл жерде қатып қалған, яғни тек қана ислам, болмаса мен мұсылман болғандықтан исламият қана деп отырған жоқпын. Жалпы әлемде не бар өзі? Иә. Кіммен қалай байланысасыз? Мына бүкіл нәрсенің бәрін өтіп келгеннен кейін, мынаны қалыптастыру жалпы жеңіл дейді. Иә. Бірақ бұл соның енді бүгінгі күнге жинақталған түрі деп айтса болады. Енді біздің ең бір соңғы деп айтайық енді бір сұхбатымыздың соңында келешекте шығар, яғни біздің өзіміз мағына академиясы деп ұйымдасқан бір кішкене шағын тобымыз бар. Бұл енді ресми ешқайда тіркелмеген, кәдімгі бір Творческий объединение. Иә, Бірлестік. шығармашылық бірлестік. Сол мағына академиясы деп аталады. Иә. Сол мағына академиясының ендігі жұмысы осы 4 үлкен жинақтан Иә. бүгінгі күнге лайықты бір методологиялық жиынтық Пән, үлгі пән шығару. Бұның ар жағы жалғасы бар. Бұны кітап ретінде де, курстар ретінде де жалғастыруға болады. Енді оны келешектің еншісіне тапсырып, бүгінгі осымен аяқтайық. Келгеніңізге рахмет. Бір әдемі сұхбат болды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.